Оразаға дайындық. Сари, керемет дәмді сезін. Сіз тропикалық жемістің хош иісінен бірден ләззат аласыз. Салқын сияқты. Шайды ішіңіз. Рара. Ау, ағатай. Не істеп жатырсың? Мен сусынның жарнамасын көріп отырмын. Шөлдеп кеттім. Дұрыс айтасың. Әртүрлі сусындардың жарнамасы тым көп. Бұл яғни? Бұл мүбәрак. Рамазан айына аз уақыт қалғанын білдіреді. Рамазан айы жақындап қалды. Алақай! Шырындар мен шай туралы жарнамаларды көрсек, біздің оразамыз бұзылады ма? Әрине бұзылады. Тіпті қарағаннан да ма? Егер жарнаманы көргеннен кейін суды ішіп қойсаң, әрине ораза бұзылады. Неге Рамазан айында да әртүрлі сусындардың жарнамасын көрсетеді екен? Оны нәпсі дейді, Ра. Онда Рамазан айында мен мүлде теледидар көрмеймін. Бұның жақсы күнім менің. Алла разылығы үшін ораза тұтсаң, Алла тағаладан одан да көп сауап аласың. Иә, анашым. Сондықтан мен дайындалуым керек. Неге сонша көп салып алдың, қызым? Дайындалып жатырмын, анашым. Қандай дайындық? Асқазанымды оразаға дайындап жатырмын. Оразаға дайындалатындай ештеңе жоқ. Сен қалаған уақытта тамақ жей алмайсың. Ораза ұстасаң, тек сәресі мен ауызашарда ғана тамақтанасың. Білемін. Сондықтан мен қазір көбірек тамақ жеймін, өйткені кейін іше алмай қаламын. Бұл дұрыс емес, Ра. Егер ораза тұтам деп шешсең, сен тек сәресі мен ауызашарда ғана тамақтанатын боласың. Мен ұзақ уақыт тамақ ішпейтін болам ба? Күнделікті ораза уақыты 13 немесе 14 сағатқа созылады. Таң намазынан ақшам намазына дейін. 14 сағат? 14 сағат қиын емес. Кейбір елдерде ораза 21 сағатқа созылады. Дұрыс қой, анашым. Тәулігіне 21 сағатқа? Дұрыс айтасың. Кейбір елдерде ораза 21 сағатқа созылады, ал кей жерлерде 10-11 сағат. Сағат саны климатқа және бұл елдердің географиялық орналасуына байланысты. Сондықтан әр елде сәресі мен ауызашар уақыты әртүрлі қымбаттым. Бірақ бұл тым ұзақ қой, анашым. Мен аш қарынмен ауызашарға дейін шыдамаймын деп ойлаймын. Рара, қызым. Сен небәрі 5 жастасың. Ораза тұтуды үйренгің келсе, жарты күн тұтып көрсең болады. Білесің бе, Ра, мен сенің жасыңда ауызашарға дейін оразамды толық ұстағанмын. Шын ба? Ауызашарға дейін ораза ұстадың ба? Ал мен қарным ашқанға дейін ұстайтын боламын. Бірақ ауызашар ақшам намазынан кейін ғой. Қарным ашқанға дейін деген ереже жоқ, Рара. Мұндай ереже шынымен жоқ па? Ғибадат етуді қиындатпаңыз. Сонда ол сіз үшін одан да жағымды болады.